Құрметті оқушы, біз енді буынды, дыбысты, дауысты, дауыссыз дыбыстарды өтіп болғаннан кейін, оларды дәптерге қалай бөліп жазамыз? Жолды қалай бөліп жазамыз? Міне сол туралы әңгіме қозғамақпыз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз тасымал деп аталады. Тасымал деген сөз жолда жазып келе жатқан кезде сөздің сыймай қалған бөлігін келесі жолға бөліп жазу. Демек, бұл жазудың да өзінің заңдылықтары бар. Сөзді кез келген жерден бөліп, кез келген әріптің тұсынан бөліп жазуға болмайды. Мінекей, тасымалдаған кезде ең алдыменен біз буынның жігіне қараймыз. Егер бір буынды сөз болса, сол буын сөз біткеннен кейін барып, екінші қосымшаны әрі қарай жалғастырып жазады. Міне осыны жақсы есіңе сақта. Бізде әсіресе келетіні тасымалданбайтын жағдайлар. Тасымалданбайтын, тасымалдауға болмайтын сөздер деген тестте ең көп келетін тақырыптар болып есептеледі. Міне бірінші жағдайда әже деп отырмыз. Екі буынды сөз. Бұл екі буынды сөз, бірақ біреуі жалаң дыбыстан тұратын болғандықтан, бұл жерге тасымал жасауға болмайды. Бұны буынға бөлеміз, бірақ тасымалдай алмаймыз. Әже деген сөз біткеннен кейін ғана басқа сөзді әрі қарай жалғастыруға болады. Міне, сол сияқты ата дегенде де а деген жалаң дыбысы бар буын болғандықтан, мынау сөзді екі буынды сөз болса да бөліп жазуға болмайды. Алақан дегенде, міне, қарап отырсақ, алақан үш буынды сөз. Бұған екі рет тасымал жасауға болатын еді, егер буынына қарайтын болсақ. Ал енді мына әріп, мына дыбыс жалаң буын болғандықтан, бұл жерге тасымал жасауға болмайды. Сонда тек қана біз бұл жерге ла деген сөзден кейін ғана бөле аламыз. Негізінде тасымал жасаған кезде бір санды буыннан шегертіп отырамыз. Бір буынды сөздер тасымалданбайды, ал екі буынды сөзді, егер жалаң дауысты дыбысы болмаса, бір рет бөліп жазуға болады. Яғни, екі буынды сөз бір рет тасымалданады, үш буынды сөз екі рет тасымалданады, төрт буынды сөз үш рет тасымалданады. Естеріңде болсын. Мысалға, мәлімдеме дегенде қанша буын бар? Менімен бірге іштей санап көрш. Мәлімдеме. Төрт буын бар. Міне осы төрт буынды сөзді үшінші жерден тасымалдауға болады. Міне тасымалдауға болмайтын жағдай ең біріншісі жалаң дауысты дыбысы бар. Екі буынды сөз тасымалданбайды. Мұны есіңе мұқият сақта. Екінші, мінекей, ай деп жатырмыз. Кел, төрт, ат, ер, яғни бір буынды сөздер ішінде бір ғана дауысты дыбысы болғандықтан тасымал жасауға болмайды. Тағы келесі жағдай. Тәуелсіз мемлекеттер достастығы. Көріп отырсын ба? Қысқарған сөз. Қысқарған сөз болған кезде де бұл бас әріптен қысқарған сөз. Бас әріптен қысқарған сөздерге тасымал жасауға болмайды. Біріккен ұлттар ұйымы. Егер біз біріккен ұлттар ұйымы деп таратып жазатын болсақ, әрине тасымалдауға болады. Ал бірақ бас әріптен қысқарып осылай, бас әріппен жазылып тұрған жағдайда еш уақытта да тасымалдауға болмайды. Қазақтың ұлттық университеті КазУ. Міне бұл да тасымалдауға болмайды. Есіңде болсын. Ал егер буыннан қысқарған сөздер болса, әрине ол тасымалдауға болады. Мысалы, пединститут, медколледж, физмат деп жатамыз. Бұны әрине тасымалдауға болады. Мінекей, кісінің аты менен фамилиясын жазған кезде де, егер кісінің аты қысқартылып алынған жағдайда, оны фамилиясынан бөліп ажыратып тасымалдауға болмайды. А. Құнанбаев. Аны бір жолға жазып, Құнанбаевты екінші жолға жазсақ қате болып есептелінеді. Сол сияқты Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Ә деген сөзді бір жолға жазып, Назарбаевты екінші жолға бөліп жазуға болмайды. Кісінің аты жөнін қысқартып алынған кезде фамилиясынан бөліп ажыратуға болмайды. Дәл сол сияқты, мінекей, сан есімдерменен тіркесіп тұрса, зат есімдер, мысалы, цифрмен жазылған жағдайда, Қазақстан 2030. Қазақстанды бір жолға жазып, 2030-ды екінші жолға бөліп жазуға болмайды.
1999 жыл немесе 25 ақпан деген кезде 99, 25 деген сөздер цифрмен жазылып, жыл ақпан деген осы сияқты сөзбен жазылса, екеуін екі жолға бөліп жазуға болмайды. Немесе қысқартылып алынған өлшем бірліктері 25 гектар га, 10 см 10 сантиметр, 5 км километр деген кезде осы га, см, км деген өлшем бірліктері қысқартылып жазылған кезде өзінің қасында тіркесіп тұрған цифрдан ажыратып тасымалдауға болмайды. Демек тасымал дегеніміз тағы да оқушы еске сақтайын, сөздің сыймай қалған бөлігін келесі жолға бөліп жазу.